9 сынып ТЖБ 4 тоқсан. Тыңдалым бойынша бізде 3 спикер болады, және бірінші тапсырма бойынша алғашқы спикердің жасай алмаған жалғыз нәрсесі, яғни спикердің сөйлеуі бойынша бұл кісі Австралияға барады, иә, Сара деген қыз Австралияға барады, және Австралияда жасай алмаған ең жалғыз нәрсесі ол бізде кенгуруды көре алмайды. Келесі екінші спикер. Speaker two was a bit nervous because she had to. Яғни екінші спикер кішкене алаңдаушылық білдірді, себебі ол кісі Нью-Йоркқа өзі көшу керек еді. Значит, бізде екінші тапсырмасында, екінші сұрағында B жауабы дұрыс болады. Move to a different city on her own. Яғни өзі көшу қажет. Сол себепті де ол кісі кішкене алаңдаушылық білдіртеді. Келесі үшінші тапсырма бойынша бізде мына берілген сөздердің синонимін, яғни үшінші спикердің айтқан сөздердің арасынан табуымыз қажет. Ең бірінші popular сөзін спикер бізде famous сөзімен қолданылады. Яғни бізде мына жерге famous сөзін қоясыздар, екеуі бір-біріне синоним, иә. Келесі persuade, ол бізде көндіру. The man wanted to persuade the professor to allow him as his team member. Яғни көндіргісі келді, онымен бірге бір неге командада болуға. Значит, бізде persuade сөзін яғни тыңдалымда convince сөзін қолданылады, ол сөздің орнына бізде convince болады. Келесі бесіншіде the professor was surprised by his resume, яғни CV деп айтамыз, ол кісінің резюмесімен не болды, таңғалды. Бұл жерде бізде impressed деген сөздің синонимі болады, яғни тыңдалымда impressed деген сөзді қолданады. Келесі the man was very thankful for this chance, яғни бұл шансқа өте қатты не болды, благодарен болды деп айтуға болады, Значит, бұл сөзде бізде тыңдалымда бұл сөздің орнына grateful сөзі не істелінеді, қолданылады. Значит, біз бұл жерге grateful сөзін жазып қоямыз. Келесі бізде reading бізде modern technology туралы айтылған. Reading бойынша так кеттік. Бірінші тапсырма бойынша біз не істеуіміз қажет екен? Read the text and circle the word that can replace the underlined word in the text without changing the meaning. Яғни бізде текстте асты сызылған сөздер бар. Мысалы, mean сөзін біз мына жақта indicate деген, яғни білдіреді деген сөзбен алмастыра аламыз, және ол өзінің мағынасын өзгертпейді. Яғни асты сызылған сөздердің синонимін табуымыз қажет. Бірінші сөз spend too much time, ол бізде waste, яғни уақытты құр босқа не істеу, кетіру мағынасында болады екен. Келесі екінші сөз бізде ол instant, allow instant free international communication, яғни immediate, резкий, сразу болатын, тез болатын, по щелчку деп айтамыз ғой, тез болатын не коммуникация түрін free international, яғни мемлекет аралық коммуникацияға мүмкіндік береді деп жатыр. Келесі сөз бізде last, яғни созылу, ол бізде continue бізде болады. Дұрыс жауап. Continue'ді сызып қоясыздар. Келесі екінші тапсырма бойынша біз сіздермен мына сөйлемдерді, үш сөйлем берілген, сол үш сөйлемдерден A немесе I, яғни осы абзацтың қайсысына сәйкес келіп тұр, соны жазып шығуымыз қажет екен. Ең бірінші сөйлемде, яғни төртінші сөйлемде бізде не айтып жатыр? Our responsibility when choosing to use modern technology, яғни modern technology'ді қолданған кезде ол біздің жауапкершілігіміз деп жатыр. Значит, бізде бұл төртіншіде вот И дұрыс жауап болады, себебі there are many benefits of using technology, but we need to be responsible, яғни in the choices we make, яғни біз қабылдап жатқан шешімімізге не болуымыз қажет, жауапты болуымыз қажет деп жатыр. Значит, бізде төртіншіде И болады екен. Келесі бізде the impact of modern technology on everyday life over the past century, яғни алдыңғы ғасырда күнделікті өміріміздегі жаңағы modern technology'дің несі, влияниесі, яғни ол бізге қалай әсерін берді. Бұл бізде B абзацында айтылған. Мына жаққа B деп жазасыздар. Қарасаңыздар, B абзацында не туралы айтылады? Вот
how washing machine, dishwasher деген сияқты, яғни айтып жатыр, иә. Келесі, the effect of modern technology on young people, яғни жас поколенияға, иә, modern technology'дің несі, влияниясы, яғни оның ықпалы қандай. Сол қай бізде текстте айтылған, ол бізде C. Яғни C абзацында айтылған екен. Яғни жастар уже көп уақытын не істей бастады, құрта бастады деген сияқты бізде не бастады, C абзацында осы туралы айтылған. Так, осымен бізде сіздермен тыңдалым мен reading тапсырмалары бітті.